Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтанмұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өздеріңізбен жүрек турасында әңгіме қозғағым келіп тұр. Жалпы жүрек адам баласына не үшін берілді, жалпы өмір адам баласына не үшін берілді. Соның бәрінің бастауы енді жүрек қой негізінде. Біз қандай жағдайда сыналып жатамыз осы жүрекпен? Жүрекке басқа бір нәрселерді жақсы көрген кезде, басқа бір нәрселер түсіп кеткен кезде, енді атап айтатын болсақ, дүние, үй, байлық, ақша және сүйікті адам. Сондай кезде біз ұмытып кетеміз, ол жүректің әу бастан иесінің бар екенін. Оның иесі тек қана бізді жаратқан Раббымыз. Сол Раббымызды шексіз сүйгенде және Раббымыздың әу бастағы орнын соған саналы түрде берген кезде біздің өміріміз де, өзіміз де өзгереміз. Біздің өмірімізге, біздің материалдық жағдайымызға айтарлықтай өзгерістер келеді. Ал енді сол жүрекке жаңағы басқа адам, жақсы көретін жан, дүние, үй, машина, ақша, бала, басқа нәрселер кіріп кеткен кезде біз сол нәрселермен сыналып қалып жатамыз. Жүректегі махаббатымызды біз бір Аллаға ғана арнауымыз керек. Біздің жүрегіміз Аллаға толған кезде ғана адамның өміріндегі дүнияуи нәрселердің орны толады. Біз сондықтан кеудедегі кесек еттің иесі Алла екенін мойындап, соған ғана құлшылық жасауға жаратылған құлдармыз. Сол баршаңызға пайдалы болсын. Әрқайсыңыздың өмірлеріңізде Алла өзінің орнын алсын, жүректеріңізге иман, байлығын берсін, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын.